Бірінші қыркүйекте тамаша мереке білім күнін тойлайды. Мыңдаған әдемі киінген ұлдар мен қыздар сиқырлы білім әлеміне ену үшін мектептерге барады. Бұл ұлттық мереке. Бұл мереке Ресейдегі Солтүстік Осетияның Беслан қаласының тұрғындары үшін 2004 жылдың 1 қыркүйегінде шешен жауынгерлерінің бір тобы жүздеген бейбіт тұрғындардың өмірін қиған сұмдық лаңкестік әрекетін жасаған кезде қанды трагедияға айналды. 2000 жылдың ақпанында екінші шешен соғысы ресми түрде аяқталды. Бұған федералдық әскерлердің дайындығын айтарлықтай жақсартуы және Ичкерия мүфтиі Ахмад Қадыровтың ваххабизмді айыптап, Масхадовтың содырларына қарсы шыққан армия жағына өтуі ықпал етті. 1999 жылы қарашада федералды әскерлер Грознойға жақындады. 6 ақпанда ұзақ созылған шайқастан кейін Грозный қарақшылардан азат етілді. Бірақ ұрыс мұнымен бітпеді. Содырлардың бір бөлігі қаладан қашып үлгеріп партизандық соғыс бастады. Содырлардың күші жойылып, бірте-бірте олардың белсенділігі төмендеді. Көпшілік бұл жағдайды шешен қақтығысы басылды деген үмітпен қабылдады. Шынында да баяу бірақ сенімді түрде федералды билік террористік жасақтарды жеңуді жалғастырды. Осы уақытқа дейін Ичкерияның көптеген әскери басшылары қайтыс болды және тұтқынға алынды. Ал Шешенстанның өзінде бейбіт өмір баяу бірақ жақсарды. Рақымшылық жасаудың қазіргі тәжірибесі де астыртын және жауынгерлік бөлімшелердің тұтастығын бұзды. Осы уақытқа дейін бандиттік жасақтардың қатарына қосылуға тілек білдірушілердің легі іс жүзінде құрғап, көптеген содырлар қаруларын жай ғана тапсырды. Сепаратистердің жетекшілері тағы біраз уақыт өтіп, олардың құрамалары толығымен талқандалатынын түсінді. Бұл жағдайда олар тек тактиканы ғана емес, бүкіл соғыс стилін өзгерте бастады. Шешенстан шекарасынан тыс соғыс қимылдарын шығару әрекеті жасалды. Олар әскери күштердің көршілес Дағыстан, Ингушетия және Кабардин-Балқарияға бағыттады. Жаңа стратегияның екінші элементі террорлық. Олар Бунденовскідегі лаңкестік әрекеттің салдарын жаттап, жеке әрекеттерді толыққанды науқанға біріктіруге тырысты. Ең белсенді жыл 2004 жыл болды. Мәскеу метросында 2 рет акция өтті. 22 тамызда қарақшылар Ингушетияға шабуыл жасады. Содан кейін 2 жолаушы ұшағы жарылып кетті. Бірақ бұл оларға жеткіліксіз болып көрінді. Бүкіл елді дүр сілкіндіру, ерік жігерді сал ету үшін лаңкестік әрекет қажет болды. Содырлар шабуылға қолайлы нысанды іздеп, ұзақ уақыт бойы өздерін қинаған жоқ. Мектеп террористердің көзқарасы бойынша ең қолайлы нысан. Балалар қарсы тұра алмайды және психологиялық әсер барлық үміттерден асып кетуі мүмкін. Бесландағы мектеп өте қолайлы нұсқа. Өйткені шекарадағы қарулы қақтығыстарға байланысты ингуштар арасында шиеленіс болды. Шабуыл жасаушылардың қатарында ингуштардың көп бөлігі болды. Ал нысана ретінде Осетин мектебі таңдалды. Бірден айта кету керек, барлық шабуылдаушылардан бір ғана адам ғана аман қалды. Себебін сұрағанда, Кавказда үлкен соғысты бастау үшін деп жауап берді. Бүгін біз бұқаралық ақпараттар құралдарынан арнайы қызметтердің лаңкестік әрекеттердің алдын алу бойынша табысты жұмысы туралы білеміз. Ал ол кезде билікте бұл туралы деректер жоқ еді. Тек 31 тамызда мектепке шабуыл дайындалғаны туралы түсініксіз ақпараттар пайда болды. Қайда, қашан және кім билікте мұндай деректер болған жоқ. Бірақ тіпті ең төменгі деректерді ескерілмеді. Шабуыл жасаушылардың бандысы бірнеше рет полицияның назарына іліккен тәжірибелі содырлардан құралған. Ал банданың жетекшісі Руслан Хочбаров кісі өлтірген үшін іздеуде болған. Банданың құрамында барлығы 32 адам болған. Қыркүйектің бір күні таңертең ертемен Беслан қаласындағы нөмірі 1 мектепке қарақшылар толы ГАЗ-66 жүк көлігі келді. Жаңа ғана басталған мерекелік сап автоматты түрде үзілді. Алаңға шыққандардың барлығы, яғни ата-аналар, мұғалімдер және мектеп оқушылары спорт залына жиналды. Ол жерде 1128 адам болды. Спорт зал содырлар кез келген сәтте жарып жіберуге дайын тұратын үлкен бір уақытша шахтаға айналды. Лаңкестер өз талаптарын қойды. Оның бірі байланыс пен электр қуатын өшірмеу, әйтпесе оқ жаудырады. Екіншісі Басаевтың Ичкерияны мойындау туралы саяси талабы. Мектеп бекініске айналды. Олар ғимаратта тосқауыл қоюға мәжбүрлеген ер адамдар кейінірек атылып, денелері терезеден лақтырылды. Жедел штаб құрылды, бірақ мұндай жағдайда не істерін ешкім білмеді. Олар бандиттердің кепілінде болған адамдардың тізімдерін жасай бастады. Қалаға әскерлер оның ішінде А және Б бөлімшелері тартыла бастады. Мектепке жақындау мүмкін болмады. Олар сол жерден қозғалғанның барлығына оқ жаудырды.
Келесі күні қарақшылар балалары бар 24 кепілді алып шығуға рұқсат берді. Өйткені олар қауіп-қатерді түсінбей айқайлады. Оларды Ингушетия президенті Руслан Аушев алып шықты. Кішкентай балаларды сыртқа шығару мектептегі жағдайды жақсарта алмады. Кепілге алынғандардың барлығы аш болды. Ешкімді дәретханаға кіргізбеді. Мектеп маңында жергілікті жасақшылар әбігерге түсті. Олар 1990 жылдардағы әскери қақтығыстардан қалған түрлі қарулармен қаруланған еді. Олардан көмек болмады және оларды айтарлықтай шатасуға келді. ФСБ-ның жергілікті бөлімшесі жағдайдан шығудың жолын іздеді, бірақ таба алмады. Хочбаров Масхадовпен келіссөз жүргізуді талап етті, бірақ ол байланысқа шықпады. Үшінші күні жағдай қиындай түсті. Сусыздану салдарынан кепілге алынғандар шаршап, есінен танып, алғашқы өлілер пайда болды. Альфа мен Вымпелдің негізгі күштері шабуылға дайындалды. Шабуылдың үлкен шығына келетінін бәрі түсінді. Одан әрі тарту мүмкін болмады. Барлығының тағдырын кездейсоқ жағдайлар шешті. Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары осындай жағдайға тап болды. Қарақшылармен келісе отырып олар терезеден лақтырылған мәйіттерді тазалауға шықты. Құтқарушылар мәйіттерді тиеп жатқан кезде ғимарат ішінде екі жарылыс болды. Қолдан жасалған жарылғыш құрылғылардың кемшілігі бар. Олар сенімсіз, сондықтан олар кездейсоқ жарылды. Бұл жарылыстар жүздеген адамның өмірін қиды және жараланды. Жүруге шамасы келгендердің бәрі ғимараттан шығып кетті. Содырлар оларға қатты оқ жаудырды. Осы кезде қарақшыларға оқ жаудырмақ болған жергілікті жасақшылар мектепке қарай жүгірді. Бірақ бұл бейберекеттікті одан әрі күшейтті. Өкінішке орай арнайы жасақтың негізгі күштері қашықтықта болды. Олар дер кезінде жеткенше уақыт өте берді. Қанды қырғын басталғаннан кейін бірнеше минуттан соң өрт шығып, жағдайды одан әрі ушықтырды. Келген Альфа мен Вымпел жауынгерлері бүкіл операцияны өз қолдарына алды. Офицерлерді кепілге алынғандар бағаулады, ал қарақшылар барлық тіршілік иелеріне оқ жаудырды. Кепілге алынғандардың көбі кейбір офицерлердің гранаталарды денелерімен жауып, адамдарды қорғау кезінде қаза тапқанын айтты. Осы ұрыс кезінде қалған балалар өртеніп жатқан ғимараттан шығарылды. Осыдан кейін қарақшылармен шайқас жалғасты. Бір ғана террорист Нұрпаша Кулаев аман қалды. Ол терезеден бірінші жарылыстардан кейін ғимараттан секіріп кетті. Бірақ ұсталып кейін өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бұл қырғынның нәтижесі жантүршігерлік. 334 адам, оның ішінде 186 бала, 10 офицер және құтқару қызметі мен Ішкі істер министрлігінен 9 адам қаза тапты. 31 террорист өлтірілді. Басаев тамаша кісі өлтіруді ұйымдастырылды, ал балалар оның құрбанына айналды. Бұл қанды қырғынның нәтижесі қарақшыларға күткен табыс әкелмеді. Соғыс олар күткендей қосымша отын алған жоқ. Бесландағы мектептің қирандылары Ұлы Отан соғысынан кейінгі адамзат қатыгездігінің ең қорқынышты ескерткіші болып қала берді. Беслан Басаев пен Масхадовқа ешқандай саяси дивиденд әкелген жоқ. Ол олардың қозғалысын даңсыз өлімге дейін жеделдетті. 3 қыркүйекте Ресейде терроризмге қарсы күрестегі ынтымақтастық күнін атап өтеді. Бұл күн 2004 жылы Бесландағы қайғылы оқиғаларды еске алу мақсатында белгіленді. Көптеген елдер бұл инфекцияның біздің заманымызда қаншалықты ауқымды екенін түсінді, және олар онымен күресуге дайын. Және көпшілікке бұл оқиғалардың барлығы өз үйлерінен алыс жерде өтіп жатқандай көрінді. Бірақ қиыншылық гүлденген Европада да, алыс Америкада да сезіледі. Француз және неміс жерлерінде жарылыстар күркіреді. Бұрынғы экстремистер Лондон мен Брюссель алаңдарын аралап жүр. Америкалықтар оның отаны Ауғанстанда лаңкестікпен күресуге тырысты. 2001 жылы 11 қыркүйегіндегі лаңкестік әрекеттерге жауап ретінде тез бостандық операциясын бастаған олар 20 жыл бойы лаңкестіктің көзін жойып үлкен армия құрды. $100 миллиард инвестициялады, мыңдаған сарбаздарын жоғалтты. Құрылған базаларды сол лаңкестерге қалдырып, жол бойында ең заманауи қару-жарақпен қаруландырып кетіп қалды. Лаңкестердің басты міндеті емес, ұлы державаның экономикалық және саяси мүдделері екені белгілі болды. Қос стандарт тұрғысынан айтсақ, терроризмді жеңу мүмкін емес. Жақсы террористер де, қалыпты террористер де жоқ. Олардың бәрі бір қандас. Ал егер мемлекеттер мен халықтардың көпшілігінің ұжымдық күш-жігер болмаса, бұл мәселе қансараған жара болып қала береді. Біз оны жоймаймыз. Ол бізді құртады.